Оңтүстік өңірінде орман тапшы, сол себепті өңірімізде қағаз өндірісі кенжелеп тұр. Осынан 4 жыл бұрын іске қосылған облысымыздағы жалғыз фабриканың жұмысы тоқтап тұр. Алайда ізденпаз кәсіпкерлер мұның да жолын тапты. Енді сіздің де осы салаға қаржы құйып инвестор болуға мүмкіндігіңіз бар. Ол қандай жол? Табысты қалай табамыз? Нұрмахан Кенжехан тарқатып айтады. Ақбарыс, бәйтерек сауда таңбасындағы кеңсе қағаздарын шығаратын зауытта қазір мүлгіген тыныштық. Зауыт тоқтап тұр, себебі шикізат жоқ. Қағаз шаһары біраз уақыттан бері 4 жыл қатарынан офистік техникаға арналған қағаз шығарды. Шикізатын біздер Финляндиядан алдық, Қытайдан алдық, Россиядан алдық. Қазіргі кезде девальвация жүрді 2 мәрте. Бірінші девальвациядан өттік, екінші девальвацияда қағаз шығару өндірісі тоқтауға мәжбүр болды. Сондықтан да біз өзіміз шикізат өндіруге кіріспесек болмайды. Неге? Себебі бізде қазір шикізат өндіру үшін жаңағы аталған мемлекеттердегідей орман шаруашылығы немесе бамбук шаруашылығы жоқ. Қымбаттап кеткен кеңседе қолданылатын қағаздардың құнын қалай арзандатуға болады? Ол үшін не істеу керек? Мұның жауабын Қағаз шаһары СЭЗ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қарасора өсімдігінен тапты. Осы орайда цех ұжымына баламалы шикізат көзінің технологиясын игеру қажет болды. Ол Украинаға тиесілі еді. Осылайша былтыр 50 гектар жерге Қарасора егілді. Соңғы өнімнен тамақ өндірісі, фармацевтика, косметология, тоқыма, құрылыс саласына қажет 25 мың түрлі зат дайындалады. Қарасора талшығы кілем өндірісіне қажетті жіп ретінде де өңделеді. Шетелдіктер қатты сұрап жатыр. Біздің ниетімізде, отанымызда да дамыса екен деген ниет бар. Сондықтан да біз шикізатты толық өндіріп жеткізіп беруге аламыз және жеткізіп беруге дайынбыз. Брендтік киімдер шығаратын жаңағы текстильдік компаниялар бар. Және сол сияқты үлкен компанияларға өткізілді, олар көрді, болатынын білді, сонымен бізбен уже келісімшартқа отырып жатыр. Енді біз ары қарай да қозғауға әрекет болып жатыр. Биыл уже 600 гектардың жері әзірленіп, егіс алқаптарына уже егін дайындалды. Енді Сораның сабанынан қағаз шығару жоспарланып отыр. Бұл шикізат кеңседе қолданылатын қағаз құнын 2 есеге дейін төмендетуге мүмкіндік береді. Алайда ол үшін инвестиция қажет. Айтқандай, бұл мекеме отандық кәсіпкерлерді қағаз шығаруға атсалысуға шақырады. Бұл шарт екі жаққа да тиімді. Инвестор табыс табады, Қағаз шаһарының өндірісі өркендейді. Нұрмахан Кенжехан, Әлем Мәлік, Олжас Байтуов, Оңтүстік ақпарат.